Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шишка тәріздес печеньелердің рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сармаймыздың үстіне сахарны пудрамызды салып, шаңышқымен немесе венчикпен жақсылап тұрып, бір келкі болып араласқанша осылай езіп аламыз. Нағыз болмаса, мен сияқты ыңғайлы болсын десеңіз, қолмен де езіп істей берсеңіздер де болады. Маған қолмен ыңғайлы болғандықтан осылай жасадым. Келесі кезекте сұйық майымызды саламыз, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және де какаомызды салып, жақсылап қолымызбен бір келкі масса болып барлығы араласқанша, езілгенше осылай илеп аламыз. Кейін үстіне ұнымызды саламыз. Бірден ұнымыздың барлығын салып жібермеңіздер. Бірінші жартысын салып, кейін тағы жартысын салатын боламыз. Үстіне бір қасық ұн қопсытқышымызды саламыз. Кейін қалған ұнымыздың барлығын салып, тағы да илеп, жұмсақ қамыр болғанша осылай. Міне қараңыздар, менің қамырым жұмсақ болған. Бірден печенькелерді жасауға кірісеміз. Алдымен осылай дөңгелектеп жасап, кейін шишканың формасына қолымызбен осылай келтіретін боламыз. Печенькелердің толық рецептісін төменге описание бөліміне жазып кететін боламын. Өздеріңізге сақтап алып, сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Алдымен осылай барлығын жасап алатын боламыз. Бұл печеньенің жасалу жолдары өте оңай. Әрі ертең жаңа жылда дастарханыңызға, балаларыңызға ұсынып қойсаңыздар болады. Енді кезекте видеода көргендей бетін тура шишка сияқты етіп пышақпен кесіп тіліп жібереміз. Солай барлық печеньелерімізді тура солай жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Менде барлық осы печеньелерден шамамен 22 дана печенье шықты. Отбасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылайша қолыңызбен немесе пышақпен формасын келтіресіңіздер. Енді қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 7-10 минут аралығында үстін астын бірдей қыздырып, пісіріп аласыңыздар. Достар, менің каналым ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қойып кетсеңіз болады. Және де колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттер немесе тегін мастер-класстарды шығарып отыратын боламын. Менің печенькелерім дайын болды. Өте жұмсақ. Кейін әдемілік үшін үстіне осылай сахарный пудрамызды сеуіп жібереміз. Осыдан кейін бірден дастарханға балаларыңызға немесе ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қараңыздар. Өте жұмсақ болып шыққан. Ас болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.